Күздің бір тұтам түні жер ортадан ауа, мақталықтан қайтқан Шарбанудың шаршағаны соншалық шайын қалғып отырып ішті. Кесе шайнекті де қалғып отырып жиды. Төсегін де түрдектетіп жүріп зорға салды. Мұздай жастыққа бас қойып, масаты көрпені иығына жапқанда сол бір түрлі тоңазығандай болған. Кісі жаурағанда бір сүп қалып еді. Шарбану болса ұзақ керіліп үнсіз ыңырсыды. Жаңағыдай емес, ұйқысы да ашылып, қалың төсектің үстінде көп дөңбекшіді ол. Әрі аунап, бер аунап, бар тапқаны құс жастықты умаждай береді. Ол төр жақта жатқан енесіне әлсін-әлсін ұрлана көз тастап қояды. Қараңғыда әтіркүл кемпірдің сарғыш тартқан қуаңқы жүзі көрінбейді. Тек өкпесінің бірі қалыпты сырылы ғана құлаққа естіледі. Кейде Шарбану сол сырылдан сескеніп те қалады. Сол мезет мына үңірейген төрт бұрыштан төрт адам шыға келіп тарпа бас салатындай көрінеді. Ол жалма-жан көрпені басынан асыра жамылып тағы керіледі. Шарбану өз-өзінен шиыршық атып ұзақ жатты. Дем сәтте ұйқысы қашқанына ыза болып, көрпені аяқ жағына асырып тастайды. Сонан соң құс жастықты олай бір аударып, бұлай бір аударып мыжғылай береді. Манағы әзірде үйіне жету мұң болған жоқ беді. Тіптен табалдырықтан аттап, тізе бүгісімен қол-аяғы зіл тартып бір жолада көтертпей қойғаны қайда. Ол өстіп жатып ұйықтап кеткенін сезбей де қалды. Түнде Шарбану түс көрді. Шілде екен, ай жарық, қоңыр салқын самал еседі. Сырттағы үлкен масахана ішінде Қасым екеуі оңаша қалған. Төсектері салулы. Күйеуінің аяқтатпай төсін жыға жастаған ол ерекше бір ыстық ықыласының құшағына енген. Қасымда келіншегінің ерке назына боялдырап балқып, оның аппақ жұмыр иығын, жалтыраған қара шашын қайта-қайта сипалап әлсін-әлсін керіліп қояды. Сенсең бар ғой, кешке дейін сені сағынып қалам. Шарбану естілер-естірмес сыбырлайды, күйеуіне онан сайын жақындай түсіп. Шынымен бе? Қасым аяқ астынан қулана қалады. Құдай ақына, Шарбану күйеуінің төсінен басын жұлып алады. Оның үнінен үлкендерге сөзін өткізбек болған кішкентай сәбидің кінәсіз қызығын таныған Қасым жымиып қояды. Екеуі сәл үнсіз жатады. Шыдамайды да Шарбану күйеуінің төсін тағы да жастанады. Мен де, дейді Қасым жайғана. Шарбану көздерін жыпылықтатып, күйеуінің тікен шашын сүйріктей саусақтарымен асығыс тарақтай бастайды. Бір-бірін біздей жақсы көретіндер бар мекен осы, дейді Шарбану күйеуінің төсінен басын тағы да жұлып алып. Қасым келіншегінің аппақ жұмыр иығына күректей алақанын тастай салады. Шырт ұйқыда жатыр екен, селк ете қалды. Жалма-жан көзін ашып еді. Қорқып кетті. Қара көлеңке үйдің қуыс-қуысы аждаханның аузындай көрінді. Ұзын кірпіктерін уқалап жіберді. Ештеңе жоқ. Жаңағы тәтті елестің бәрі де ғайып болыпты. Қасым да жоқ, ай да жоқ, масахана да жоқ, жалғыз өзі. Екі кісі еркін жамылатын масаты көрпеге әбден қымтанып жатқан екен. Қара терге түсіпті. Ерні кебісіп, тіл аузына сыймайды. Көйлегі иығына жабысып қалған. Жастығы аяқ жағында жатыр. Ол өз көзіне өзі сенбегендей жан-жағын қармана берді. Сондағы қолына ілінгені әбден умаждалған мұп-мұздай орамал. Ара шашы іздегендей төр жаққа көз салып еді. Енесі қимылсыз көрінді. Кимешегінің ұшы ғана ағараңдайды. Шарбану онан сайын елезіп кетті. Әлгі бір әзірде алып ұшқан көңілі құлазып, бойы тоңазыған Шарбану мына қараңғылықтың суық құшағында мәңгі жалғыздан жалғыз қалғандай сезінді өзін. Бір түрлі торығып, көзіне жас алды. Дәл осы мезет міндәрлі мұңын шағып, бір сәтке болса да уайым қайғысыз еркелейтін адам іздеді. Көп іздеді. Таба алмағасын тыныш қалудан қорықты. Тағы іздейді. Тағы жан жағына қарманады. Қасым кеткелі бергі көп айдың беделінде оның ыстық құшағын мұншалықты құлай аңсаған түн жоқтын. Қараңғы үйде ояу жатқан ол осы сәт жалпақ дүниеде өзінен бақытсыз, өзінен мүсәпір жан жоқтай көреді. Көкірегі қарс айырла ауыр күрсінген келіншек тістене бір аунап түсті де дәу құс жастықты айрықша құшақтап өксіп жылады. Ұйқысы шайдай ашылды. Енді тұрайын десе қараңғыда түрінтіректеп қайда барарын білмей дағдарды.
жата берейін десе, жуық арада көзі ілінер емес. Сыртқа шығып, басауған жағына жүріп кеткісі келді. Жанұшыра қасымды іздегісі келді. Бірақ қанша ұмтылса да тұра алмады. Бас жағындағы жүк аяққа біреу тас қылып байлап тастағандай. Енді есіне қай-қайдағы өткен кеткен түсіп, тыныш таба алсайшы. Бір сәт келіншектің көкейіндегі жүйрік қалау төбе басындағы үркердей ауылдан алданыш іздеп ала сүрді. Сөйтіп отырғанда оның көз алдына шошала бас, шоқша сақалды бір жапырақ Әбінтай шал келді. Шалдың ар жағынан сықырықтай ұзын болғанымен иығы тақтадай май мұрынның ұшы дәйім ақ терлеп жүретін Мәруан мойын сөзді. Келер кеште осы екеуінің тойы болмақша деп көбірледі Шәрбәну. Ризық түссе қиын екен ғой, ешкім қашып құтыла алмайды екен ғой. Содан ол әлгі екеуін манағы тұста түсінде көргендей жылы сәтте бой ұрғызып та жіберді. Әбінтай шалдың сүйегі шодырайған қушық төсіне Мәруан басын қояр мекен. Қойса қайтеді, қытығын келтіретін шығар. Қытығын келтірсе қайтеді. Оларды біреу зорлап қосып жатқан жоқ қой. Шәрбәну өз-өзінен өрекпіп шыға келді. Қойшы, менің көрген кісілерім болса, қайбір шүйіркелесі боңдырар дейсің. Айғатын деп, одараңдап Әбінтай шал жүрер. Аузын біреу тас қылып буып қойғандай, уәж айтаруға ерініп Мәруан төмен қарап, том сыраюдан тайынбас. Бықсып-сықсып, табынбасыз күндер өте береді де. Шәрбәну тағы да өзін-өзінен өрекпіп кетті. Бәрін қойып, бүгіндегі барды айтсайшы. Сағынышқа орай сазарып қойғаннан гөрі шал болса да көзінің алдында қалқиып жүргенге не жетсін. Көтері жоқ қарияның қара қағаз алған Мәруанға барып бақсынауы теріс бекен. Мейлі күндерін көрсін Қосбейбақ. Шәрбәну ол күні таң қараңғысынан тұрды. Қасымның етек жеңі кең шекпенін жағадай жамылып, есік алдында шыққан Шәрбәну сол бойда сырықтағы сүреңсіз көп суреттің қоршауында қалды. Үйме-жүйме жатқан сұп-сұр үйлер Әбінтай шал үстінен тастамайтын қара шапанның жамулы иығындай жарбиып көрінді. Бір мезетте Әбінтай сыртқа шықты да қолындағы шақшасын қағып жіберіп, қара көк Насыбайды аузына төге салды. Түф деп қызыл шақшасын қалтасына сүңгітіп жіберді. Сосын жан жағына қарады. Жан жағына қарап болды да мәсісінің қонышын тартып қойды. Қойнынан үлкен орамал алып, көзін мойнын сүртті. Үстін қақты. Ол осы таздың басындай 4-5 үйге мәтіби еді. Бригадир қара танымағаннан айқайға келгенде ешкімге дес бермейтін кәдімгі белсендінің өзі. Сосын үлкендерге де, кішіге де бетің бар, жүзің бар деп көрмеген кісі. Бұл ауылдың келіндері оны сырттай капитан қайнаға десе, қатарластар көзінчақ жарапазаншы дейді. Осы маңайда елдер ерте тұратында, кеш жататында, міне Әбінтайды біледі. Таң ала келуімен аяғын бас сала алатын жұртты тік тұрғызып мақтаға жібереді. Түн ортасы ауғасын терілген мақтаны орталыққа апарып өткізеді. Өткізіп келген соңда үйіне кірмей, арбакеш баланың екі торының қалай жайғағанын көріп барып тыныш табады. Жас кезінде сұлу болған деседі. Талай қыздың сырттай ғашық отына күйіп, көп күрсінгенін, көңілі түскенінде Бейсенбігүл кемпір осы күнге шекті айтып отырады. Келе-келе бос айқайға бой ұрып, ауыл жұртына кейде жақпай қалатын деседі біреулер. Қойшы соны, айтады да қояды. Мінезі де дейтіндер де аз емес. Қалай болғанда да Әбінтай шалдың бұл маңайға аты шыққан адам екендігіне ешкімнің дауы жоқ. Сол кісі бүгін күндегісімен де ерте тұрыпты. Сірә Бейсенбігүл кемпір сияқты шайпауыздар жас қатынның буына алыстан балқып, терінің алдында шәншиіп жатқан шығар демесін деп, бүгін әдейілеп ерте шыққан болса керек. Бұл тіптен түн қараңғылығы сейілмей жатып, есігінің алдында селтиіп тұрған Шәрбәнуді көрген ол бірдемеден секем алғандай селкете қалды да, сол әлсіздігін жасырғысы келгендей өз-өзінен күліп жіберді. Әп сәтте күнжің етіп келіншектің жанына жетіп келді. Келінжан ау, көрпең кең болды ма? Күтулі көрпе кеңдік ете ме?
тек қайнағаның тойының қуанышы да жата алмай жүргеніміз, деп Шәрбану да шалды шағып жіберді. Әбінтай әп-сәтте-ақ жаңағы тек тұрмас күлкіден тыйылып қалды. Бұл қайқылығың дегендей Шәрбануға жалтақ-жалтақ қарай берді. Жоқ, шынымен-ақ құптағаны мекен, ол үнсіз тұра алмады. Бұл өзі жұрт жақтырмаған тірлік болды-ау, Шал мұңайған кейіс танытты. Несі бар, жалғызсыз дейсіз бе? Шәрбану шалды жұбатқандай болды. Шының сол болса, жарадың шырақ. Әбінтай мәсінің қонышын тартып қойды. Қайнаға, мәсіңіз құтты болсын, деді ол әңгімені басқа арнаға бұрғысы келіп. Бірақ шал оны өзінше түсінді. Айтсын шырақ, кеше келген саудагерден алып едім. Әлгі құрып қалғыр өкшеші сөккен жаман етікпен қашанғы жүрейін. Оның бер жағында мына бір той-томалақ келіп қалып. Біреуді біреу сынайтын күн емес қой қазір. Шәрбану бір күрсініп алды. Шырағым-ай, түзден бұйырса қиын екен ғой. Қайбір жетіскенімізден жалбытып жүрдейсің. 2 жарты 1 бүтін демекші, күн кешемізде енді. Кәрі көңілдің желігуі емес, кәрі кісінің талғармауы да. Көрмей жүргеніміз жоқ қой. Шырағым-ай, үмітсіз шайтан да, тірі жүрген соң тіршіліктен қалмай дегенсің. Кейгейде артымнан аталап бір тұяқ ертетіндей көремде тұрам. Әйтпесе жер ортаға келгенде желігіп нем бар. Шәрбану жаңағы бір әзірге жайсыз әңгімеден қашқақтайым деп алдымен қуаныш құтты болсын айтудың орнына мәсісіне көз салғанынан сәл секем алып ұялып қалып, қайтадан жөнге көшпекші болып тұрды да, сол екі ортада Әбінтай шал қипақтай беріп тағы да бір киіп кетті. Қасымнан хат бар ма, келін? Шәрбанудың өңі қып-қу болып сілейіп қатты да қалды. Жәудіреген қой көздері әп-сәтте бозамықтанып, қайқы кірпіктері жәндармен жапырлықтап кетті. Бар тапқаны үстіндегі кең жағадайдың өңін тартпақтай берді. Ернін тістелеп төмен қарайды. Мені табаламақ болып тұр ғой деп ойлады ол. Қан шығармай бауыздамақшы ғой. Шал Шәрбанудың бетіне бір қарады да бақшаң жәутен қағып, не дерін білмей әбден састы. Бұқпантай жоқ көңілмен әншейін сұрай салып еді. Сағыныш жеңіп жүрген Шәрбанудың аяқ астынан мұншалықты таусыларын кім білген. Қапелімде аузына жөнді сөзді түспей қойды. Үнсіз қалудың реті тағы да қалмады. Ұялған тек тұрмас дегендей бірдеңелерді айтқан болды. Енді келіп қалар, жолда жүрген шығар. Оңай емес қой, ақырын берсін әйтеуір. Шал Шәрбанудың селкілдеуіне бет алған салыңқы иығынан әр асып, сасқанынан мақталыққа қарады. Кәрі жүрегі жас балаша өрекпіген Әбінтай содан бір кез Мәруан есігіне телміре қарап көп тұрған. Ешкім шықпады. Бірақ бір белгісіз құмарлық көп тосырған шал жүрегі шиыршық атып, жуық арада сабасына түспей қоймады. Енді соның сорлығын басу үшін ауылдың сыртын бір айналып барып, Арбакеш баланың үйіне жүгірмей, жаңа мәсісін киіп, ши барқыт жағадайын иығына тастай салып, есік алдына шыққан еді. Біреу шегелеп тастағандай Әбінтай сол арада ұзақ тұрды, бірақ Мәруан көрінбеді. Арбакеш баланың үйіне қарай жүре беріп те ол көп бұрылды, бірақ Мәруан көрінбеді. Шіркіннің ұйқысы осынша қатты болар ма, деді күбірлеп ол. Сол бойда шал көңіліндегі күдігін басқысы келіп, Арбакеш балаға ерекше жылы ұшырап еді. Оның да сәті түспеді. Әп-сәтте шақшадай басы шарадай болған Әбінтай шал осы аяқ астынан төсек жаңғыртудың түп бастауын бір уақ есіне алды. Жоқ, пайғамбар жасынан асқан Әбінтайдың кемпірінің алдында күнәһар болған түгі де жоқ. Тіптен қалауын тауып, құрақ ұшқаннан басқа бөтен сөз айтқан пенде емес. Жаман ауру жабысып, ыңқыл-сыңқылы көбейген кезінде кемпірі күйгелектеніп, кегейде үй ішінің берекесін алатын. Жоқтан өзгеге ашу шақырып, шалды да көп қажайтын. Соның өзінде Әбінтай артық сөзге бармайтын. Қайта кінәлі балаша кемпірдің алдында жаутаң-жаутаң қағып жүгіретін. Сондағысы кемпірінің қам көңіліне қаяу түспесін дейтін. Өкпе ауруы жіңішкеленіп келіп, әбден меңдетіп біткен ажар кейуана төсек тартып көп жатпады. Сүйретіліп жүрді де бір күні асығыс аттанып кетті. Кемпірі көз жұмғасын Әбінтай әлі келгенше әруақтарды риза етті. Жетісі қырқы
жылы. Анау көгендегі 2 жетім лақтан басқа тұяғын түгел кемпірінің Құдай алдындағы қарызына жұмсады. Енді қартайған шағында жалғыз қалуға біртүрлі қорықты ол. Қазір ғой әйтеуір жүріп жатыр. Біреуден кейін, біреуден ілгері. Ешкімнен көмек сұраған күні жоқ. Тек кешкілік үйіне кірген шал көп ерегізейді. Өткен кеткенін еске алады. Бұрқылдап ұрсып жатса да, күркілдеп жөтеліп жатса да, кемпірінің орны бөлек екен-ау. Енді міне, жынынан айырылған бақсыдай, кеш болса дегбірінен айырылады. Түн баласына ұйықтай алмайды. Сыртқа шығады, қайта келеді, қайта шығады. Мейлі ғой, әзір оның бұл азабын біреу білсе, біреу білмейді. Кейін қолынан қару кетіп, от басынан шыға алмайтын кезінде кімге қол жаяды? Өзінің осы күйін ойлағанда шал көп қамығатын. Тірі адамның тірлігі таусыла ма? Қартайдым деп қарап отыратын Әбдінтай жоқ. Жұрт қиын қыстау күн кешіп жатқанда қай кісі қалыс қалушы еді. Оның үстіне анада Қарақайдың председателі әдейі атбасын бұрып: «Әбеке, ендігі арқа сүйер ер азаматым өзіңізсіз. Бала-шаға қатын қалаш қалды ғой. Мына 4-5 үйге бас көз бол» деген. Жай деген жоқ. Шалдың қолында көпшілік қойып тұрып, ауыртпалықтың бәрі осы ауылдың ғана басына түскендей таусыла тұрып жалынғандай болды. Ол сөзге Әбдінтай шал әжептәуір семіріп қалғанды. Содан бері ерте тұрады, кеш жатады. Содан бері оның көрші қолаңмен араласуы жиілеп кеткен. Шалдың осы Мәруанға жығысуы да таусылмайтын көп тіршілік тауқыметінің қара көлеңкесіне өтті. Тегі момын, мінезі ауыр Мәруан күйеуінің артынан қара қағаз алғанда жұрт сияқты ауылды басына көтере дауыс салып, жыр-жырау айтқан жоқ. Бетін тырналап, шашында жұлған жоқ. Қайғы бөлісіп келгендермен көргенді кісідей құшақтасып көріскен де жоқ. Іргеде теріс қарап отырып алды да үнсіз егілді. Қой дегенге құлақ асқан жоқ. Бір уыс болып бүрісіп, жас төге берді. Келген жұрт өз-өзінше жұбату айтып жылап жатты. Әсіресе Бейсенбі кемпір көп келді, көп егілді, таусылды. Алда арысым-ау, ең болмағанда артыңда түтін түтететін тұяқ қалмады деп аңырағанда айнала көптің сай сүйегін сырқыратты. Әлден уақытта ауыл адамдарының қолына су құйылды. Кемпірлер жағы алдымен көңіл басып, көздерін жуды. Шай да ішіліп болды. Қашанға отырсын, иіріліп жұрт бір-бірлеп тарай бастады. Жесірге басу айтпақшы болып, баз біреулер біраз қарайлап еді. Мәруан иә деп ешкімге бас көтермеді. Теріс қарап отырған бойы үнсіз қала берді. Сол отырғаннан Мәруан түн ортасы ауғанша отырды да, түн ортасы ауғаннан кейін қол диірменді құрып жіберіп, таң атқанша жүгер жармасын тартты. Ықылассыз тағдырдың күштеп табыстырған дәу қайғысын ол осылай томаға түйік қарсы алған болды. Күндер өте берді. Мәруан түн баласы тыным көрмейді, қол диірмен тартады. Азынаулақ өзіне ұн керек. Бейсенкүл кемпір де жәутеңдеп тұрады. Қолынан әл кеткен адам зілдейтасты қашанға айналдыра берсін, жас неме жүнжіп кетер деп, Шәрбануға да масақтан түскен ұн ғып береді. Кейде әбден сілесі қатқан Мәруан таңертең ерте тұра алмайды. Әбінтай шалдың дәйімде сәріден келіп терезені тықылдататын естіп жатады да, құйрығына қымалағы қатып қалған қара қозы әйнекке сүйкенген шығар деп аунап түседі. Әбден болмаған соң шал аяғының ұшымен басып үйге кіреді.